Қайырлы күн баршаңызға. Қонақтарыңыз аяқ асты келген кезде бюджетный кабачкидан оладьи жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі кабачки. Осылайынан тазалап аламыз. Бетін барлығын, қабығын барын ашып аламыз. Одан кейін теркадан өткіземіз. Теркадан өткізгеннен кейін укропты сақтап турайтын боламыз. Осылайынан кабачкидің суын ағызып алыңыздар міндетті түрде. Одан кейін қалауларыңызша дәмдеуіш қосасыздар, бұрыш, тұз. Одан кейін жұмыртқа. Барлығын біріктіреміз. Ұнымызды 3 бөлікке бөліп саласыздар. Сразу салмаңыздар, сразу салсаңыздар, жаңағы іртік болып қалады. Осылайынан 3 бөліп салып араластыратын боламыз. Видеода андай араластырасыздар. Кішкене сұйықтау болады, оған мән бермеңіздер. Жаңағы жұмыртқамыз қосылды ғой, сол барлығы консистенциясы жақсы болады. Одан кейін барып чеснокты турап саламыз. Одан кейін табамызға май құйып, қыздырып, осылайынан құйып шығамыз. Осындай міне сұйық болады. Әбден асты жына қызарғанша қуырасыздар. Одан кейін барып келесі бетіне төкересіздер. Ато шашылып қалады, дұрыс нетпесе. Осындай видеодағындай қызарып тұрып қуырасыздар ғой. Ато кабачкиларыңыз шашылып қалады, дұрыс піспейді. Өстіп екі жағында қызартып қуырып аламыз. Дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақ келген кезде таптырмайтын рецепт. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.